Жатыр жалдау жарға жықпасын. Армысыздар, ұлт өміріндегі өзекті мәселелер мен толғақты түйіндерді тіліне тиек ететін көкейтесті каналының оқырмандары, Алматы әуежайында Қазақстаннан балаларды әкетуге тырысқан шетелдіктер ұсталды деген ақпарат бүгін әлеуметтік желі қолданушыларды ұлар шу қылды. Бұл ақпаратты Тенгриньюс жариялады. Аталған дереккөздің мәліметінше 11 қарашада Алматы әуежайында Қытайдан келген ерлі зайыптылар Қазақстанда суррогат аналар босанған нәрестелерімен ұсталған. Шетел азаматтарының балаларға қатысты құжаттары болған, алайда дереккөздің айтуынша оларды Қазақстаннан шығармаған. Аталған факт бойынша Алматы полиция департаменті тергеу басқармасы қылмыстық кодекстің 135 бабы 1 бөлігі кәмелетке толмағандар саудасы бойынша қылмыстық істі тергеп жатыр. Қазіргі уақытта іс бойынша тергеу жүргізіліп жатыр деп хабарлады полиция. Әрине, бұл ақпарат бізге тосын сезіліп, бүкіл қауым шулап жатқанымен шын мәнінде Қазақстанда дәл осы іске қатысты мәселелер осыдан 1-2 жыл бұрын басталған. Әсіресе Қазақстан мен Қытай арасында визасыз режимнің енгізілгеннен кейін, Қазақстан мен Қытай арасындағы туристік барыс-келіс күшейгеннен кейін осы мәселеде күн тәртіпке шыққан болатын. Біз осы мәселеге байланысты осыдан 1 ай бұрын өзіміз қызмет істейтін Астана ақшамы газетінде жатыр жалдау жарға жықпасын деген тақырыппен дәл осы тақырыпты қаузаған болатынбыз. Біз қаузаған осы тақырып 1 ай өтпей жатып қазақстандықтардың алдынан қайта шықты. Сондықтан осы мақаланы сіздердің назарларыңызға ұсынып, ой бөлісуді жөн көріп отырмыз. Қазақстанда жасанды жолмен ұрықтандыру, яғни эко әдісі соңғы жылдары айтарлықтай дамыды. Табиғи жолмен бала сүйе алмаған жандарға үлкен мүмкіндік беретін бұл тәсілге қазір тек еліміздің азаматтары ғана емес, шетелдік жұптар да жиі жүгініп жүр. Әсіресе көрші Қытайдан келіп, эко арқылы бала сүйетіндер қатары соңғы жылдары күрт өсті. Бұған екі ел арасындағы қарым-қатынастың нығаюы әсер етті. Осылайша Қазақстан медициналық туризмнің маңызды орталықтарының біріне айнала бастады. Қазақстанда жасанды жолмен ұрықтандыру алғаш рет 1990 жылдардың басында қолға алынған. Қазір елімізде ондаған клиника табысты жұмыс істеп, мыңдаған отбасыға бала сүю бақытына жол ашып отыр. Мемлекет тарапынан да қолдау бар. Жыл сайын бюджеттен белгілі мөлшерде квота бөлінеді. Бұл әлеуметтік саясаттың маңызды бөлігіне айналған тамаша қадам. Қазір отандық мамандардың кәсіби деңгейі жоғары, зертханалық техникалық база да заман талабына сай жабдықталған. Соның нәтижесінде эко арқылы туылған балалардың саны жыл сайын көбеюде. Мәселен, кейінгі 4 жылдың төңірегінде 28 мыңнан астам адам жасанды ұрықтандыру жасадып, 10 мың әйелдің бойына бала біткен, оның 9 мыңы өмірге сәби әкелген. Еліміздегі бұл медициналық әдістің қарқынды дамуы қазір жоғарыда айтып өткеніміздей көрші елдерді де қызықтырып отыр. Бағасының арзандығы, донорлық қызметтің мүмкіндігінің көптігі, Қытай сияқты медициналық дамуы бізден әлдеқайда ілгері елдің азаматтарының да қызығушылығын оятқаны жасырын емес. Яғни бұрын қытайлықтар эко жасату үшін өз елінен қалса Таиландқа көбірек барса, қазір Қазақстан олардың басты таңдауына айналып барады. Себебі жоғарыда айтқанымыздай Қазақстанда эко жасату бағасы арзан. Екіншіден, жатқа жатырын майлап бала туып беретін қыз-келіншектер де көп, ақшасын төлесеңіз, донорлық қызметтің де мүмкіндігі жоғары. Сосында қазір қытайлар Қазақстанға көбірек келгісі келеді. Сосында шығар қазір қытайлық бақбеттерінде, яғни Қытайдың әлеуметтік желісінде Қазақстанға барып эко жасатудың тиімділігі жөніндегі жарнамалар жауыннан кейінгі саңырау құлақтай қаптап кетті. Қазақстанның өзінде де бала сүйгісі келетін шетел азаматтарына жеңгетай болып жеңілдік жасап береміз деген жарнамалар да төбе көрсетіп жүр. Алайда мұның көлеңкелі жағы да жоқ емес. Соңғы жылдары қазақстандық әйелдердің өз жатырын қытайлықтарға жалға беріп, эко арқылы бала туып беру деректері көбейгені де
айтылып жүр. Жақында әлеуметтік желіде Қытай азаматына бала туып беремін деп алданып қалған жас келіншектің сұхбаты жарияланды. Келіншектің айтуынша 8 миллион теңге үшін шетел азаматының баласын заңсыз ешқандай келісім шартсыз көтерген. Баланы босанған соң туу туралы куәлігіне де келіншектің аты жөні жазылған. Ендігі қорқынышы, шетел асып кеткен сәбиге бір жағдай болса, анасы ретінде бұл келіншек жауап беруі тиіс. Жүктіліктің ортасына келген кезде мен договорды сұрай бастадым, яғни келісім шартты сұрай бастадым. Олар маған істеп жатырмыз, босанатын кезде береміз деді. Ал қазіргі мәселе, бала менің атыма жазылып кетті. Өйткені ол кісілер маған ешқандай келісім шарт жасап берген жоқ. Қазірге дейін 1 жылға жуық уақыт болса да, бала менің атымда тұр. Енді маған ол кісілер сен баладан бас тартуың керек деп жатыр. Ал мен бастапқыда олай келіскеміз жоқ. Баланы менің атымнан алып тастаңыздар сот арқылы десем, ол кісілер келіспей отыр деп ойда жоқ жерден тапқан бас ауруымен бөлісті. Міне осы бір мәселенің өзі Қазақстанда жасанды жолмен ұрықтандыруға қатысты заңдарды қайта қарау керектігін ап-анық аңғартып тұр. Қалай болғанда да бұл құқықтық реттеуді қажет ететін күрделі құбылыс. Өйткені қазіргі қолданыстағы Қазақстандағы заңнамалар мұндай қатынасты шектемейді. Ал бұл өз кезегінде түрлі заңсыз әрекеттерге жол ашуы мүмкін. Қазақстанда суррогатана дегеніміз шетелден келген кейбір ағайындарымыз ұқпауы мүмкін. Басқаларға өзінің жатырын жалға беріп, бала көтеріп беретін әйел. Ол ғылыми жолмен, яғни медициналық жолмен ота арқылы көтеруі де мүмкін, немесе табиғи жолмен көтеруі де мүмкін. Егер құқықтық негіз айқын болмаса, мұндай қызмет адам саудасына, ұлттық қауіпсіздік тәуекеліне, демографиялық теңгерімге де әсер етуі мүмкін. Яғни адам саудасының жаңа тәсілі дүниеге келуі мүмкін. Өйткені біздің қыз келіншектеріміз біреумен төсектес болып, немесе біреудің ұрығын жасанды жолмен өзіне салдырғаннан кейін бала туып, одан ақшалады да баланы беріп қоя береді. Әрине бұл да сипаты жағынан адам саудасының бір түрі болып саналатыны шындық. Өйткені оның ортасында заңды түрде жасалған ешқандай заңды келісім жоқ. Сондықтан шетел азаматтарымен суррогатана және эко келісімдерін жасауға нақты талаптар енгізу қажет. Жасанды жолмен ұрықтандыратын клиникалардың қызметін қадағалау, лицензияларды күшейту, барлық келісімдерді электронды тіркеу жүйесін енгізу керек. Әлеуметтік және моральдық нормаларға қайшы келетін жағдайлардың алдын алу үшін қоғамдық бақылау тетігі іске қосылуы тиіс. Әсіресе жоғарыда айтып өткеніміздей, жатырды жалға беру секілді құбылыстар мемлекет тарапынан қатаң бақылауды қажет етеді. Егер мемлекет тарапынан қатаң бақылау мен нақты құқықтық шектеулер енгізілмесе, болашақта жағдай онан да күрделенуі мүмкін. Ақшасын төлесе табиғи жолмен бала тауып беретіндер де көбеюі ықтимал. Бұл қоғамның моральдық және рухани іргетасын шайқалтатын адам саудасының жаңа түріне айналуы да ғажап емес. Сондықтан заңнаманы жетілдіру, құқықтық нормаларды нақтылау, медициналық туризм саласын жүйелі дамыту уақыт күттірмейтін маңызды міндеттердің бірі. Тағы бір айта кететін мәселе, соңғы кездері шынымен де көрші елдерден келіп жатқан туристердің саны аз емес, жұмысшы болып келіп жатқан туристеріміз де жетеді. Әрине, жаз шыға келіп, қыс түсе қайтатын олар неше ай бойы қатынынан алыс, үйінен алыс жүргендіктен бұл арада Қазақстандағы қыз келіншектерге қырындамайды деп ешкім кесіп айта алмайды. Ал осы шетелден бізге келіп жұмыс істеп жатқан елдердің кейбірінде айдыс ауруы, яғни осы жақта ВИЧ деп қоя ма, жаңағы жыныс жолы арқылы жұғатын ғасыр дерті өршіп тұр. Демек, бұл мәселеге де қазір немқұрайды қарауға болмайды. Сондықтан біздің елімізге кіріп жатқан әрбір азаматты турист деп қана қарамай, оны еліміздің қауіпсіздігіне, ұлтымыздың сау саламаттығына және экологиялық жүйемізге қатер төндіретін әрекеттері бар ма жоқ, осыған аса жауапкершілікпен қарау керек. Бұл біріншіден біздің мемлекеттің міндеті болса, екіншіден осы құқық қорғау саласындағы азаматтардың басты жауапкершілігі. Халықта өзара бақылауды күшейту керек, азаматтарымызда денсаулығына ерекше көңіл бөлу керек. Әсіресе біздің қыз келіншектеріміз ақшаға қызығып,
оңай олжаға алданып, жоғарыдағыдай заңдық жауапкершілікке тартылып қалудан, немесе шетелден келген әлдебір келімсекпен ақша үшін төсектес болып жазылмайтын дерт жұқтырып алудан да сақтануы керек. Бүгінгі тақырып бізге осындай ой салды. Ықыластарыңызға рахмет. Келесі кездескенше сау саламат болыңыздар. Еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын.